Сәлем достар, сіздермен бірге біз вафли дайындайтын боламыз. Керекті заттарды мен төменге белгілеп кетемін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен жұмыртқаны, құм шекерді миксермен араластырып аламыз. Кез келген миксер түрін қолдансаңыз болады. Осындай көпіршікті пенка болғанға дейін араластырамыз. Одан соң коньякты, бөлме температурасындағы сары майды салып, біркелкі мас болғанға дейін араластырамыз. Содан соң сетадан өткен ұнды саламыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Осындай қамырдың біркелкігі осындай болу керек. Қоюлығына аса мән беріңіз. Дайын болған қамырды қызып тұрған вафельницаға салып, бір ас қасықтан салып, осылай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Алтын түсті болғанға дейін пісіріп аламыз. Дайын болған вафлиларымызды орап, өзіңізге ұнаған пішінде орасаңыз болады. Сізге екі түрін көрсеттім. Осы екі түрде орап, әдемілеп, кез келген дастарханның көркін ашатын вафлиларымыз дайын болды. Міне қараңыздар, не деген әдемі. Жақындарыңызды қуантыңыздар, және де менің арнама жазылып, мені қолдаңыздар. Ең бірінші видео рецебім болып есептеледі. Менен жаңа видео күтіңіздер. Ас болсын.